Алтын доп арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар ең жақсы спорттың жанкүйерлері. Олай болса, енді біз бүгін қысқа нұсқа өзіміз отырып шай ішейік деген сияқты, өзіміз жай ғана Чемпиондар лигасы мен Лига Европаның жеребе тарту рәсімін бір талқылап өтсек, сіздер де ойларыңызды жаза отырсаңыздар. Олай болса, көп созбайық, әдептен озбайық, кеттік. Ал достар, енді бәрімізге қызық болып жатқан ол Чемпиондар лигасының, Европа лигасының жеребе тарту рәсімдері. Өте мықты командалар бір-біріне түсіп қалды. Бәрімізді таңғалдырып жатыр. Көп жанкүйерлер, инсайдерлар, аналитиктар, финалдың бәрі ерте болып қоятын болды. Нағыз финалды ойындар ерте кездесіп жатыр дегенде тұжырымдар айтуда, ойларын айтуда. Ал енді биылғы Чемпиондар лигасы жайлы не білеміз? Биылғы Чемпиондар лигасының финалы Стамбулда өтетін болады. Оны білеміз. Жалпы қазақтарға мүмкінді. Қазақтар күнде Стамбулға барып келіп жатыр. Сондықтан да финал көруге болады. Бізге бұйыртса барып стадионға. Және де айта кететін жайт, қонақта салынған гол маңызды емес. Бір гол ма, сол бір гол болып қалады. Бұрында қонақта салынған голдың құны бар еді, қазір жоқ. Соны білуге болады. Және де бұл жолы жеребе көп командаға жолдас болған жоқ. Шынымен де финалдық ойындарды ертерек кездестіріп тастады. Енді жалпы нәтижелері мынандай. Мықты ойындарды ертерек көріп тастайтын боламыз. Челси, Дортмунд өте мықты ойындардың бірі. Мен үшін өте қызық. Одан кейін Реал Мадрид, Ливерпуль. Не деген ойын. Ерте кездесіп қалған жұптың бірі осы. Және де Бавария, Пари Сен-Жермен. Вах. Не деген командаларды ертерек кездестіріп тастады. Ал енді бұл Чемпиондар лигасында ғана финал ерте болып қойған жоқ. Лига Европада да финал ертерек болып қойды деп жатыр барлық жанкүйерлер. Ол Манчестер Юнайтед пен Барселона кездесіп қалды жеребе тарту рәсімінде. Бұл ойында өте қызық болады. Роберт Левандовски мен Криштиану Роналдудың бір-біріне қарсы ойнаған ойынына куә болатын боламыз. Достар, жалпы жеребе тарту рәсімі осылай болды. Негізінде мықты командалардың бірінші болып лигадан шығып кетуі кішкене жаныңа батады екен. Ал неге мықты командаларды бір-біріне түсіп қалды? Бұл кездейсоқ нәрсе емес дегенде ақпараттар шығып жатыр. Сізбен біз жақсы білетін Фабрицио Романоның бір басылымында мынандай басылым жарық көрген екен. Жеребе тартудағы шариктарда әртүрлі температура бар. Әр шарикта әртүрлі қызу бар. Жеребені сол арқылы, дәл сол температура қызу арқылы қалаған командаларын бір-біріне қосып тастады дегенде ақпараттар бар. Енді бәрімізді көзімізді бақырайтып қойып жындығылды десек те болады. Егер бұл шын ақпарат болатын болса, шын өтірігі белгісіз, жалпы шыққан ақпаратты мен сіздерге жеткіздім. Ал достар, сіздер өз ойларыңызды комментарияға жаза отырсаңыздар, сіздің ойыңызша Чемпиондар лигасын қай команда алады, Лига Европаны қай команда алады?